Бүгін балаларымның фастфудқа барғысы келді. Балаларыма фастфудқа бармай ақ қояйық, үйде өзім фастфуд жаратып беремін дедім да, жауық гамбургер істеп бердім. Қазірде тренд болып жатыр, білесіздер, Ішлері сондай сулы, мощный болып шығады екен, және жеуге де қолайлы екен. Гамбургерімнің қандай болғанын түрінен ақ көріп тұрсыз. Енді сіздерге рецептін айтып өтсем. Бірінші қамырын даярлап аламыз. Жылы сүтке тұз, дрожж, маек салып, бос етіп қамыр илеп аламыз. Илеп алған қамырларымызды үстіне пакет жауып, жақсылап орап, ашытуға жібереміз. 500 грамм фаршымыздың үстіне 2 дана пиязды теркадан өткеріп қосып, 2 көсек нанды суға жібітіп, суын сырғып алып, пияздың да, нанның да суын сырғып қосын қызлар. Ұмытып кетпей, приправа дозын салып, жақсылап араластырып болғаннан кейін, видеода көрсеткенімдей етіп, фаршты табаққа да ұрып, форма беріп отырған кезінде де қолымызбен ұрып істесек, сонда өзінің формасын жоғалтпай тұрады. Қызып тұрған майға котлетлеріміздің алды-артын қызартып аламыз. Қатты пісіріп жіберуіміз шарт емес, себебі пешкеге сағаннан кейін іші піседі. Енді гамбургерлеріміз жинасақ та болады. Гамбургеріміз жинамасымыздан бұрын соусын даярлап аламыз. Сулы болып шығуының себебі де осыда. Кетчуп майонезді араластырып, үстіне соленый қиярды, 1-2 қиярды майдалап турап қосып жібересіз. Кейін қамырымыздың тек шеттерін жайын, ортасын жұп-жұқа қылып жібермей. Жайылған қамырларымыздың үстіне сыр, оның үстіне котлет, карамельный қылып қуырылған пияз, бағана даярлаған соусымызды, кейін бір бөлек помидорымызды салып, түйіп аламыз. Түйіп алған гамбургерлерімізді 10 минутқа үстін жауып, бойын алдырып қоямыз. 10 минуттан кейін 180 градуста 20-25 минутта пісіп шығады. Гамбургерлеріміз дайын болды. Дайын болған гамбургерімнің қасына осындай етіп картошкалардан да қуырып ысылай тартты. Нұрмұхамедімнің тілінде гамбургерім қандай болған? Фастфудтікіндей болып па? Бақалап кетің.